Сәлем достар. Бұл видеода мен біздің тегін клубтың бір апталық сделкаларын талдап шығамын. Қалай анализ жасайтынымызды, сделкаларды қалай табатынымызды және біздің сауда логикамызды көрсетемін. Бұл сізге нарықты және біздің трейдинг стратегиямызды жақсырақ түсінуге көмектеседі. Қазір телефоннан талдайтын сделкалардың статистикасын көрсетемін. Қараңыз. Міне осы сделкалар барлығы қосылып шамамен $12,000 таза пайда әкелді. Енді графиктерге көшейік. Келесі позицияларды талдауға көшейік. Біз онымен жабық телеграм арнамыздан жұмыс жасадық. Алдымен жинақталған алтын позицияларды қарастырайық. Кейін алтында бірінші орынды келдік. Осы фракталдан өтімділікті жою. Біз бағаның көтеріліп қозғалысын бәсеңдете бастағанын көрдік. Және мүмкін біз қазір түзетуде көреміз. Және бұл 15 минуттық теңгерімсіздік қалыптасқан кейін пайда болды. Біз оны сынып көрдік, агрессивті түрде және осында бұлай бастадық. Мәмілеге нарыққа кіру жақын арада жүзеге асырылды. Лондон сессиясын өтімділігі. Содан кейін біз мәмілеге тағы бір қысқаша қостық. Инверсиядан кейін, яғни толық ену және жарамсыздану. Бұл 15 минуттық теңгерімсіздік. Алтында тағы да қарағым келді. Бірақ жағандық контекстте байланысты біз көтерілісті жалғастырдық. Одан әрі жоғары. Көріп отырғанымыздай бізде олар әрқашан болар бермейді. Пайда бір-бірден алыңыз, транзакциялардың 15-20% бұл аялдамалар және бұл қалыпты жағдай, бұл мүлдеме емес. Бұл статистикаға теріс әсер етеді, бірақ ол әрқашан бар пайда. Келесі позиция алтынға арналған бас терісі. Мұнда соқыр аймақтарды сынақтан өткізгеннен кейін біз сол жағын көрдік. Өткене мұнда баға агрессивті түрде төмендеу қозғалысын бастады. Біз нарықты аралап жүрдік, мұнда аялдама ең жақын өтімділікке орнатылды. Дәлірек айтқанда ең жақын кездейсоқ жоғары және алып пайда болды. Бұл теңгерімсіздікті толығымен толтыру. Алтын бойынша келесі позиция 25 қыркүйекте болды. Бізде Нью-Йорк сессиясын біз мұнда көріп отырсыздар. Баға бірінші рет осы 15 минуттық теңгерімсіздік сынады. Осылай қараңыз. Осыдан кейін біз оның қалай болғанын ашылуда көрдік. Нью-Йорк біз Азиядан өтімділікті ішінара алып тастады. Сеанстар дәл осы жерде 5 минуттық уақыт шеңберінде. Позицияға кіруді табу мүмкін болды. Қазір біз оны қарастырамыз. Міне, біздің ұстанымымыз. Міне, көрдік, баға өтімділікті алып тастағандықтан төмендеу қозғалысы басталды. Және осы өтімділікті алып тастағаннан кейін біз нарыққа шықтық. Мәміледе біздің ең жақын кірісіміз болды. Бұл бекінген биік. Міне, мақсат. Тағы міне мақсат. Бірақ соңында біз оны әлі де қабылдай алдық. Мұнда бір ғана мақсат бар, бірақ бұл жаман емес. Алтын бойынша келесі позиция ашылуда болды. Тестілеуден кейін Азия сессиясында бүрлік қозғалысты көрді. Теңгерімсіздік және жергілікті өтімділіктің алуыны Франкфурт сессиясы мен ұзақ мерзімді жалғастыруды қарастыруға қызығушылық танытыным. Мен бастапқыда осы жерде бір жерге кіргім келді. Төмен, бірақ үлгермедім. Мен нарықты сәл жоғарылаттым. Біздің позициямызға көшейік. Біз мұнда сәл жоғары сығымдадық. Және біздің жақын мақсатымыз Франкфурт биіктік болды. Және бастапқыда азиялық сессиядан қайта өтімділікті алып тастау. Мен осы сәл жоғары тартқым келді, бірақ олай емес деп ойладым. Бұл жерде тәуекелдерді асырып, жылдам мақсат қалдыру керек. Біздің келесі позицияларымыз фунт үшін болды. Біз оларды қарастырамыз. Міне біздің екі ұстанымымыз. Біріншісі
фунт бойынша қысқа позиция, ол мені қызықтарды. Міне Азия сессиясы үшін бізде не бар? Бұл Франкфурт Азия сессиясын жергілікті өтімділікті алып тастайды. Содан кейін Лондон ашылып, азиялық сессиядан өтімділікті алып тастайды. Содан кейін біз агрессивті таяқшаны көреміз. Яғни жақын арадағы мәміле жасау факторы ретінде қызметі еті бір апта бойы тыңайтқышты қабылдау, бірақ позицияны өзі. Одан нәтиже шықпайды. Біз оны Нью-Йорк сессиясында көрді. Біздің аялдаманы алып тастаған жаңалықтар өтімділікті қайтадан түсірді. Лондон сессиясы, содан кейін мен келісімді көрдім. Біздің аялдамаларымызда жұмыс істейміз. Содан кейін біз бағаның құлдырай бастағынан көрдік. Мұнда 15 адам мүгедек болып қалды. Теңгерімсіздік және 15 минуттық теңгерімсіздік жарамсызданғаннан кейін мен жақын маңдағы базармен келісімге өтірдім. Мұндағы шешім осы жергілікті фракталды жою болды. Осы лойға дейін осы лауазымды атқарғандар 3-5% алыңыз. Мен мұнда шықтым және бұл маған 27% берді. Яғни мен фонд бойынша алдыңғы аялдаманы толығымен жеңдім. Сонымен қатар жалпы, мен өте жақсы ақша таптым. Бұл біз жұмыс істеген 7 позиция және бізге шамамен $11,000 пайда әкелді. Біз $12,000 жуық табыс таптық. Достар, егер менің нәтижелерімді қайталап менімен бірге трейд жасағыңыз келсе, менде сіздерге арналған тегін клуб бар. Онда мен дайын сигналдар беремін. Бәрі өте оңай. Сделкаларға менімен бірге уақытында кірсеңіз болды. Бұл күніне бар болғаны 10-20 минут уақытыңызды алады. Экранда клубтың қалай жұмыс істейтінін көріп тұрсыз да, мен толық ашық статистикамен жүргіземін. Әрі пайда, әрі шығын бәрі көрсетіледі. Біз күн сайын трейд жасаймыз және тұрақты түрде 70-85% прибыльді сделкалар аламыз. Менімен бірге трейд бастау үшін сізге тәжірибеде трейдинг бойынша терең білімде қажет емес. Ең бастысы сделкаларда қайталауды және риск менеджменті сақтауда үйрену. Осы үшін мен командам егжей-тегжейлі нұсқаулықтар мен куратор тарапынан жеке қолдау дайындаған. Сұрақ туындаса, әрқашан жаза аласыз және көмек аласыз. Мен 300-500 депозитпен бастауды ұсынамын. Сонда біз барлық ережелерімен қауіпсіз түрде сауда жасай аласыз. Басқа қатысушылар қазірдің өзінде біздің сделкаларды қайталап, әр сделкадан $50, $100, $800 және одан да көп табыс табуда. Видео астындағы сілтеме арқылы телеграмға жазыңыз, сізге клубқа қосылуға көмектеседі. Барлықтарыңызға сәттілік, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және келесі кездескенше.